Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялау саласында ауқымды талдау жүргізу жоспарланып отыр. Бұл міндет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жүктелді. Ол үшін барлық нормативтік құжат, өңірлерде субсидиялар берудің тәжірибесі, қылмыстық істер мен сот шешімдері талданады. Субсидияларды алу үшін өтінімдерді тапсыру сәтінен бастап, оны берудің ашық әрі әділ жүйесін қамтамасыз ету қажет. Сыбайлас жемқорлық пен бюрократия деңгейін төмендету, бизнес жүргізуде әкімшілік кедергілерге жол берілмеуі шарт. Жұмыс тобының өкілдеріне Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының филиалдары мен еліміздің барлық өңіріндегі агенттік департаменттерінің антикор орталықтары арқылы жүгіну мүмкіндігі де қарастырылған. Шараға ауыл халықтық демократиялық патриоттар партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы мен облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері және сарапшылар, адвокаттар қатысты. Департамент мамандары мен кешенді талдау аясында ауыл шаруашылығы өндірушілер мен тұрғындар арасында сауалнама өткізіліп, олардың тарапынан айтылған мәселелер негізінде арнайы өңірлік сұрақтардың тізімі пысықталатын болды. Осы жұмыстардың барлығын тиімді, ашық, әділ жүргізу үшін нормативтік құқықтық актілерге өзгеріс енгізу керек. Әртүрлі пікірлерге сәйкес, мысалы үшін қағидалар, ережелердің барлығы жоғарыда емес, жергілікті жерде пайда болу керек, ұсынылу керек, әзірлену керек деген сияқты ұсыныстар бар. Енді жоспарда қазір таңда бұндай кездесулерді жиі өткізіп, бір ауданды таңдап, түпкілікті, жан-жақты бір белгіленген бір мерзім ішінде талдап, одан қорытынды шығарып, сол негіздермен ұсыныстарды орталыққа жіберетін боламыз.